Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар және наурыз. Бүгінгі сабақта сендер шамаларды қайталайсыңдар. Балалар, назарымызды оқулығымыздың 48-ші бетіне аударайық. Бірінші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Наурыз мерекесінің алдындағы аптада Әлия мен Сырымның жұмыстары көп болды. Олардың не жасап үлгергенін айтып бер. Видеоны тоқтатып, аптаның әр күнде және сағат нешеде олар не істегенін айтып көріңдер. Ал айтып болсақ, сонымен дүйсенбі күні таңертең 8-де олар өздерінің киімдерін дайындап қойды. Сейсенбі күні таңғы 9:00-де би үйірмесіне барып, дайындық жұмысын жүргізді. Ал сәрсенбі күні 10:00-де олар хор үйірмесіне барды. Бейсенбі күні таңғы 9-да сурет үйірмесіне барады екен. Ал жұма күні 8:00-де балалар, олар домбыра үйірмесіне барды. Сенбі күні сағат 10:00-де сахнада өз өнерлерін көрсетті. Ал жексенбі күні сағат 10-да олар наурыз мерекесін тойлады. Келесі балалар, дәптеріміздің 24-ші бетін ашайық. Бірінші тапсырмада сағат тілдерін сал дейді. Балалар, бізге циферблат берілген. Циферблаттан бізде 2 сағат 30 минутты, 3 сағат 50 минутты және 4 сағат 20 минутты көрсету керек. Видеоны тоқтатып, сағат тілдерін салыңдар. Ал салып болсақ қарайық. Балалар, мен бұл жерде сендерге минуттық тілді де көрсеттім. Сендер де солай сыздыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, назарымызды 48-ші беттегі екінші тапсырмаға аударайық. Есепті шығар дейді. Көк кесіндінің ұзындығы 5 см, ал қызыл кесіндінің ұзындығы одан 2 см ұзын. Қызыл кесіндінің ұзындығы нешеге тең? Есептен нелер туралы айтылған? Кесінді. Қандай кесінділер туралы? Көк және қызыл. Көк кесіндінің ұзындығы неше сантиметр? 5 см. Ал қызыл кесіндінің ұзындығы ше? Белгісіз, дұрыс. Бірақ ол туралы не айтылған? 2 см ұзын. Есеп бізде не сұрайды? Қызыл кесіндінің ұзындығы неше сантиметрге тең екен сұрайды. Жақсы, есептің шартын қысқаша қалай жазамыз? Дұрыс. Сендер дұрыс айттыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, енді бұл сұраққа жауап беру үшін қандай амал қолданамыз? Қосу, дұрыс. Сонда бізде 5 см мен 2 см-дің қосындысы 7 см-ге тең. Жақсы балалар, сендер дұрыс жазыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, тапсырма. Шешуі 7 мен 2-ның айырмасы болатындай кері есеп құрастыр дейді. Ал балалар, қалай кері есеп құрастырамыз? Видеоны тоқтатып, өздерің кері есеп құрастырыңдар. Ал көрейік. Көк кесінді белгісіз сантиметр. Қызыл кесінді 7 сантиметр. Көк кесінді қызыл кесіндіден 2 сантиметрға қысқа. Сонда 7 мен 2-ның айырмасы 5 сантиметрге тең екен. Кері есеп құрастырдық па? Дұрыс, құрастырдық. Келесі балалар, 49-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назарымызды аударайық. Сен карточкаларды қандай топтарға бөлесің? Ай атауларын, апта күндерін дұрыс ретпен ата дейді. Ал балалар, бізде ай аттары мен апта аттары берілген. Бірінші апта күндерін атап шығайықшы. Рет-ретімен. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бір аптада сонда неше күн бар екен? 7, дұрыс. Ал бір жылда неше ай бар? 12. Кеттік. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек,
қазан, қараша, желтоқсан. Енді балалар, дәптерімізде ай аттарын бір түспен, апта күндерін басқа түспен қоршаңдар. Мысалға, ай аттарын көк түспен, апта күндерін қызыл қарындашпен қоршауға болады. Ол үшін видеоны тоқтатып, орындаймыз. Орындап болсақ, тексерейік. Сендер дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, оқулығымыздың 49-шы бетіндегі 4-ші тапсырманы өздіктеріңмен орындап шығыңдар. Осымен математика сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.